Іс-сапар бұл жұмыс берушінің өкімі бойынша жұмыскерді еңбек міндеттерін орындау, оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау мақсатында басқа жерге, сондай-ақ ұйымның басқа құрылымдық бөлімшесіне немесе филиалына жіберу. Іс-сапар шығыстарын фаворит ақпараттық жүйесінде автомат түрде көрсету үшін алдын ала мына анықтамалықтарды баптау қажет. Шетелдік іс-сапарларға арналған шығыстарды өтеу нормалары. Ұйымның іс-сапар нормалары. Елді мекендер, елдер бойынша іс-сапар нормалары. Көлік түрлері бойынша іс-сапарға бару құны. Осыдан кейін қызметтік іс-сапарды тікелей ресімдеуге көшуге болады. Бірінші қадамда іс-сапарға жіберу туралы бұйрық толтырылады. Ол үшін қызметкерлерді есепке алу бөліміне құжаттар, іс-сапарға жіберу туралы бұйрықтар бөліміне өтіп, іс-сапарға жіберу туралы бұйрық кадрлар бөлімі тармағын таңдау қажет. Жаңа жазбаны жасау үшін деректер ауқымында жаңа жазба қосу батырмасын басамыз. Мекеменің коды мен атауы автомат түрде толтырылады. Әрі қарай бұйрықтарды тіркеу кітабына сәйкес құжаттың номері мен бұйрықтың күнін көрсетеміз. Бұйрық санатын таңдаймыз. Мысалы, өндірістік қажеттілікке байланысты іс-сапарға жіберу туралы. Өндірістік қажеттілікке байланысты емес іс-сапар, немесе біліктілікті арттыруға байланысты іс-сапарға жіберу туралы. Содан кейін іс-сапарға жіберілетін қызметкердің тәбілдік номерін көрсетеміз. Құрылымдық бөлімше мен лауазым автомат түрде толтырылады. Іс-сапардың басталу күнін және жоспарланған аяқталу күнін, іс-сапардың мақсатын, баратын елді немесе елді мекенді, көлік түрін, теміржол, әуе немесе автокөлік және кету пунктін көрсетеміз. Келу пункттері қойындысында жолды қосу батырмасын басамыз. Келу пункті код өрісінде мәтіндік мазір арқылы тізімді көрсету тармағын таңдап, тізімнен қажетті елді мекенді, мысалы Алматы қаласын таңдаймыз. Әрі қарай кету көлігін көрсетеміз. Мәтіндер қойындысында бұйрықтың мәтіндік бөлігін толтырамыз. Содан кейін басшының тәбілдік номерін көрсетіп, құжатты сақтаймыз және оған қол қоямыз. Келесі кезең авансты есептеу. Іс-сапарға жіберу туралы бұйрықта байланысты құжаттар арқылы іс-сапарға авансты есептеуді дайындау тармағын таңдаймыз. Құжат бұйрық негізінде ішінара автомат түрде толтырылады. Өзгерту батырмасын басып, содан кейін құжаттың номері мен жүргізілген күнін көрсетеміз. Кестелік бөлігінде мәтіндік мазір арқылы жолдарды тізіммен қосу тармағын таңдаймыз. Жолдар алдын ала бапталған анықтамалықтар негізінде шығыс түрлері мен сомалары бойынша автомат түрде толтырылады. Қажет болған жағдайда оларды өңдеуге болады. Автомат түрде толтырмаған жағдайда деректер қолмен енгізіледі. Осыдан кейін бухгалтердің тәбілдік номерін көрсетіп, құжатты сақтаймыз және оған қол қоямыз. Басылған қолтаңба батырмасы құжатқа қол қойылғанын және оның есепке алу деректеріне әсер ететінін білдіреді. Есептеу орындалғаннан кейін авансты аударуды ресімдеу қажет. Іс-сапарға авансты есептеу құжатында мәтіндік мазір арқылы аударымға тізімдерді дайындау тармағын таңдаймыз. Құжаттың номері мен күнін көрсетеміз. Кестелік бөлігінде жолдарды тізіммен қосу батырмасын басамыз. Ашылған терезеде кезекпен іс-сапар шығыстарын өтеу, аударым түрін, аудару жөніндегі міндеттемені, аударым жасалған ұйымды, қызметкерді таңдап, соңында дайын батырмасын басамыз. Осыдан кейін тізім автомат түрде толтырылады. Бенефициар, бірыңғай бюджеттік жүктеуіш, ерекшелік, мақсат және құжаттың кестелік бөлігі. Әрі қарай құжатты дайындаған қызметкердің тәбілдік номерін көрсетіп, тізімді сақтаймыз және оған қол қою үшін тексерілді батырмасын басамыз.
Ақша қаражаттарын аударуға арналған құжатты қалыптастыру үшін аударымға тізімдер құжатында байланысты құжаттар арқылы тізімі бар төлеуге берілетін шоттың МТ-102-ні дайындау тармағын таңдаймыз. Шот ішінара толтырылған түрде қалыптастырылады. Құжаттың номері мен күнін көрсету. Сондай-ақ автомат түрде толтырылған деректерді тексеру және қажет болған жағдайда өзгерістерді енгізу қажет. Тексергеннен кейін құжатты сақтап, аударуға батырмасын басамыз. Сондай-ақ құралдар тақтасындағы есеп батырмасы арқылы оны банк клиентке немесе қазынашылық клиентке жүктеу үшін Swift файлын қалыптастыруға болады. Қызметкер іс-сапардан оралғаннан кейін іс-сапарды нақты болғаны туралы белгілер құжатын жасау қажет. Оны ресімдеу міндетті, себебі ол сіз аванстық есепті өңдеу мүмкін емес. Құжат бұйрық негізінде автомат түрде қалыптастырылады. Оны жасау үшін іс-сапарға жіберу туралы бұйрық кадрлар бөлімі құжатында мәтіндік мазмұн арқылы іс-сапарда нақты болғаны туралы белгілерді дайындау тармағын таңдаймыз. Ашылған құжатты өзгерту батырмасын басамыз. Негізгі деректер бұйрықтан көшіріледі. Іс-сапар куәлігінің номері мен құжаттың күнін көрсету қажет. Кету және келу күндерін тексереміз. Жұмыс күні болып табылады белгісі қойылған жағдайда кету немесе келу күндері табелде кәдімгі жұмыс күні ретінде есепке алынады. Егер белгі қойылмаса, күн іс-сапар немесе орташа жалақы бойынша төленетін іс-сапар ретінде көрсетіледі. Келу пункттері қойындысында деректер бұйрықтағыдай толтырылған. Қажет болған жағдайда оларды түзетуге болады. Содан кейін басшының табелдік номері мен есепке қабылдау күнін көрсетіп, құжатты сақтаймыз және оған қол қоямыз. Қызметкердің есеп беретін тұлға ретінде сатып алған қызметтерін көрсету үшін жұмыстар мен қызметтер құжаттар бөліміне өтіп, орындалған жұмыстардың актісі есеп беретін тұлға тармағын таңдаймыз. Жазбаны жасау үшін жазба қосу батырмасын басамыз. Есеп айырысу шоты әдепкі бойынша негізгі шот ретінде белгіленеді. Қажет болған жағдайда оны өзгертуге болады. Банк көрсетілген бірыңғай сәйкестендіру коды бойынша автомат түрде толтырылады. Әрі қарай актының номерін, құжаттың күнін және 59 есеп беретін тұлғаның жұмыстары мен қызметтерді алуы операция түрін көрсетеміз. Содан кейін контрагенттің кодын және шарты номерін көрсетеміз. Жүк құжатын жолдары қойындысында жолдарды тізіммен қосу батырмасын басып, қажетті қызметті, мысалы, қонақ үйлер және оларға ұқсас орындардың қызметтері тармағын таңдаймыз. Санын көрсетіп, қажет болған жағдайда бағасын немесе сомасын түзетеміз. Содан кейін дайын батырмасын басамыз. Айналым жасалған күнді тексеріп, іс-сапарға жіберілген қызметкердің табелдік номерін белгілейміз. Өзге ақпарат қойындысындағы негіздеме өрісінде құжатты есепке қабылдауға негіз болатын құжатты көрсетеміз. Іс-сапарға жіберу туралы бұйрық. Осыдан кейін актын сақтап, оған қол қоямыз. Қажет болған жағдайда бірнеше орындалған жұмыстардың актысын есеп беретін тұлғасын ресімдеуге болады. Келесі кезең аванстық есепті дайындау. Құжат, баланс, құжаттар бөлімдерінде орналасқан. Жазбаны жасау үшін жазба қосу батырмасын басамыз. Құжаттың номері мен күнін, содан кейін іс-сапарға жіберілген қызметкердің табелдік номерін көрсетеміз. Аванстың мақсатын таңдап, негіздемесін көрсетеміз. Осыдан кейін алынғаны өрісі толтырылады. Кестелік бөлігінде бұрын толтырылған құжаттар көрсетіледі. Жолдарды қолмен де қосуға болады. Жолды қосу батырмасын басып, қажет операцияны таңдап, қалған деректерді көрсету қажет.
аванс алынды қойындысында іс-сапарға жіберу туралы бұйрық көрсетіледі. Содан кейін күнін және құжатты толтыратын қызметкердің тәбілік номерін көрсетеміз. Осыдан кейін жазбаны сақтап, оған қол қоямыз. Аванстық есепті өңдегеннен кейін 3 нұсқа болуы мүмкін. Біріншісі, нәтиже 0-ге тең. Қызметтік іс-сапарды ресімдеу аяқталды. Екіншісі, қалдық сомасы анықталды. Келесі нұсқалардың бірін ресімдеу қажет. Жалақыдан ұстап қалуға өтініш, яғни сома қызметкердің жалақысынан ұсталады. Мекеменің есеп айырысу шотына қолма-қол ақша енгізу. Ұйымда касса болған жағдайда мекеме кассасына қолма-қол ақша енгізу. Үшіншісі, артық шығыс анықталды. Аударымға тізімдер және тізімі бар төлеуге берілетін шотын МТ-102-ні ресімдеу қажет.